Сәлем, бізді тұрақты көріп жүрген көрермендеріміз, не болмаса кездейсоқ көріп қалған құрметті көрермендер. Біз бастаймыз. Құрметті көрермен, егерде сіздің де балаңыз осында келіп сұхбат берген қаласаңыз, төмендегі номерлерге хабарласыңыздар. Келесі жұлдыз сіздің балаңыз болуы мүмкін. Күндіз ай бізге неге көрінбейді? Ұялатын шығар. Жұлдыздар да солай ма? Иә. Ал күн неге көрінеді? Күн табиғи құбылыс қой. Өйткені ай мен түн екеуі кезекпен айналып жүреді. Сол себепті көрінбей ма? Ол түнде ғана шығады ғой, жарық болған соң. Өйткені азаның болады, сол кезде көрінбей ма? Жұлдыздар да солай ма? Күн бар кезде ай көрінбейді. Сол не үшін? Аспан айналатын кезде айды айналады. Олар біз жер айналады, сондықтан олар басқа елдерге түн болады, а бізде күн болып тұрады. Күн мен ай екі жақта тұрады. Екеуі бірге бола алмайды. Өйткені күндіз күн тұрған екен, шағылысы көрінбейді. Сен мына актерлық өнерге қанша жастан бастап қызықтың? 7 жастан актриса болғың келді. Мысалы, сендерге біреу гүл берсе, қуанасыңдар ма? Иә. Не үшін? Гүл жақсы көремін. Қыз бала гүл берген кезде сендерде қандай сезім болады? Гүл деген адамға жақсы сезім береді. Гүл деген ол жақсы таза ауа беріп тұрады. Иісі деген жақсы. Қыз балдар гүл алса қуанады, иә? Неге? Себебі олар гүлді иіскесе қош иістенеді. Үйі сәнді болып тұрады. Гүлді кімге сыйлауға болады? Қызға. Қызың бар ма? Жоқ. Онда неге қызға дедің? Мысалы 8-ші наурызда қызға біз гүл беру керекпіз да. Жар өшіп қалса, не болады? Ол кезде адамдардың бәрі шошитын шығар. Маманы қатты жақсы көреміз ба, папаны қатты жақсы көреміз ба? Екеуін бірдей. Сен де ма? Екеуі де жақсы. Өйтіп бөліп жаралмайды ешкімді. Мұзды жеуге бола ма? Жоқ. Неге? Жердегі мұз жеуге болады. Жердегі емес, басқа мұзды жеуге бола ма сонда? Иә. Тамақ ауырып қалады мұз жесе. Ал балмұздақ жеген кезде ше? Ол да мазай ғой. Жай жеу керек. Бірінші Джеки Чанды көрген кезде қандай сұрақ қоятын еді? Сіз бұл киноға басында қалай келдіңіз деп қояр едім. Ал сен қазақ фильмдерін көресің ба? Қазақ фильмдерін көресің ба жалпы? Қандай фильмдер ұнайды? Мейрам киностудиясының фильмдері ұнайды, иә? Болашақта кім болғыңыз келеді? Доктор болам. Қызғалдақ гүлін білесің ба? Иә. 10 жылса не болады? Штраф сала ма? Иә. Қанша? 100 мың. Сен болашақта кім болғың келеді? Мен болашақта әнші және актриса болғым келеді. Карантин ашылса, бірінші не істейсің? Тойға барасың ғой. Той сағындық қанша 1 жыл болды. Саған маманың ұрысқан кездері болды ма? Сен бұзықтық жасамайсың, е? Сізді Нұрлан Қоянбаев фильміне шақырып жатыр. Сол кезде шақырып, съемканың алдында мен сені актриса қылып шақырдым. Не үшін десе? Мен актерстан ұнататын шығар. Ең тәтті нәрсе не? Жаңа туған нәресте иісі тәтті болады. Шетелден бір үлкен зәулім үй беріліп жатыр. Қайда тұрасың? Шетелде ме, Қазақстанда ма? Қазақстанда тұрамын ғой. Шетелге де барамыз. Бірақ шетелден әдемі үй беріп жатыр. Қазақстанда тұрмын ғой. Неге ана дәуеше? Бізде ұрпағым болсын барып тұрады. Балдарым. Сенің ойыңдағы қыз жібек қандай болу керек? Енді анам сияқты болу керек. Футболда балдармен ойнаған кезде сен көбінесе қандай ойыншы боласың? Қақпашы. Қақпашы? Неге қақпашы? Мен алдасқанда дұрыс алдасамын, бірақ ортаға мықты тұрамын. Сондықтан мен көбінесе қақпашы болдым. Адамда қанша тіс болады? 32. 32. Ал сенде қанша тіс бар? Білмеймін, санаман. Менде де 32. Ақша қайдан келеді? Әкем тауады ғой үйде. Анаң ше? Жоқ, анам үйде отырады. Әкең тапқанын қатты ұртасың ба? Жоқ, орташа ол. Керек затты ғана аламын. Анел, тебе ұрса ма саған? Иә. Сен әпкең ғой деп жұмсай ма, көп жұмсай ма сені? Иә. Кей кезде ішіңнен жының келе ма жібекке? Арасында. Арасында көп жұмсап кеткен кезде ма? Иә. Ал жібек, сен Анелді жұмсаған сайын рахаттанасың ба? Жоқ. Неге? Кейде тыңдамайды айтқанымды. Сол кезде ұрсып аласың ба? Қыста сенің бетің тоңады, иә? Қолың тоңады, аяғың тоңады, басың тоңады. Қай жерің тоңбайды?
денең. Денең тоңбай ма? Иә. Себебі денеміз әрдайым жылы болады. Көз жаурамайды. Көзі жаурамай ма? Неге? Көз бірақ жаурамайды мен шыққанда. Көз жарамайды, ер балалар көбінесе шашын алдырған кезде осы жеріне бір сызық қалдырып қояды, Иә. не үшін қалдырады? Ну, красавчик болсын. Красавчик болу үшін сен де сызық қалдырып қойыпсың. Сен кімсің? Мен енді дзюдоист. Сен ән айта аласың ба? Иә. Қандай ән айта аласың? Опера түрінде айта аламын, сосын эстрадалық түрде айта аламын. Өзіңе қайсысын ұнайды? Былай екеуін де алғым келеді. Өйткені Димаш Құдайберген соған күшті әнші болып кетті. Күшті әнші болып кетті? Иә. Алдың күштемесе де? Оны ешкім менсінбейтін еді. Сосын Қытайға барды да, оны төбеге көтерді. Сен Қытайға барсаң, саған таң қалатын шығар? Мүмкін. Кел, сенің дауысыңды естіп көрейік. Мен қазір «Өсиет» деген өлеңді айтамын. Қабылдаңыздар. Асыл ер өзін биік санамайды-ау, ел үшін еңбек үшін аямайды-ау. Бір өзі білсе дағы білдім деме, сынатып көкке салып шамалайды-ау. Серік бол жаман келсе, сондай ермені тар жерден басамаңда жарамайды-ау. Кескенін кем ақылдан қарап тұрсаң көтеріп өзін тауғай бағалайды-ау. Болашақта үлкен журналист болсаң, қасыңа қызметшілерді адамдардан емес, жануарлардан алдың делік. Қандай жануарлар жұмысқа алатын? Жылқы, мысық, ұнататын жануар, ит, қой, сиырды алатын бек. Бұлардың қайсына қандай жұмыс беретін ең? Мысалға жылқыға қандай жұмыс беретін ең? Ол мысалға түсіретін. Жылқы түсіреді, Иә. Оператор бола ма? Мысық ше? Ол әрлеуші болады. Әрлеуші бола ма? Мысық әдемі ғой, Иә. Сиырға не беретін ең сол қыз болып тұр? Оны дыбыс режиссері қылады дейді. Дыбыс режиссері не үшін? Себебі оның дауысы қатты шығады. Сізге Кореяға фильмге шақырту түсті. Алайда 100% корей тілін ол актриса білу керек деген талап қойылса, не істер едіңіз? Мен сол тілін жаттар едім. Жаттар едіңіз ба? Ал қазақ фильміне ұсыныс түсті? Оған да түсірем. Оған да түсесіз ба? Неден қатты қорқасың? Жыланнан. Не үшін? Жылан шағып алады, улы қылқындырады, содан қорқамын. Жылан қылқындыра ма? Сені қылқындыра ма? Жоқ. Өмірдегі сен үшін ең керемет сәт. Ол бірінші кинода ойнаған да шығар. Қандай кино? Чемпион кино. Мастовка емес, рөл болды менде. Несімен ерекше ұнады? Өзі бір чемпион болады да, басында чемпион болмайды. Спортқа келеді, анасы қайтыс болып кетеді, ортасында кедергілер бар. Мықты кинода шыққан. Сол себепті ұнады маған. Шыққанда. Өтірік айтуға бола ма? Өз несімен өтірік айту қажет болды. Өтірік айтуға қажет болса айту керек, е? Сіз жиі өтірік айтасыз ба? Жоқ. Қашан өтірік айттыңыз? Өтірік айтқанда көп болған жоқ. Көп болған жоқ, өзім жиі алдап тұрамын. Әзіл өткізді. Сен қазақстандық фильмдерді көресің бе? Ара-арасында көп көрмеймін. Қандай фильмдер ұнайды? Қай жанр ұнайды саған? Маған комедия ұнайды, мелодрама, әр кезде әртүрлі. Қандай ән айта аласың? Танысыры деген ән бар, Мозарт тобын. Айтып берші. Кімге барып, кімге айтып, кімге барып, кімге айтып, кімге барып өтінем. Осыны өлең жақсы көремін. Құрметті
Құрметті көрермен, егерде сіздің де балаңыз осында келіп сұхбат берген қаласаңыз, төмендегі номерлерге хабарласыңыздар. Келесі жұлдыз сіздің балаңыз болуы мүмкін.